Бүгін бірден 3 қала Алматы, Астана, Лондонда халықаралық болашақ бағдарламасы түлектерінің форумы ұйымдастырылды. Астанада өткен іс-шараға 700-ге жуық болашақ түлектері мен елдегі мемлекет органдары мен ұлттық және жеке компаниялардың жұмыс беруші өкілдері қатысты. Аида Қыдырбайқызы жалғастырады. Мұндай форумда бос орындар жәрмеңкесі не болмаса ашық алаң деп айтуға әбден болады. Дәл осындай жиын жұмыс беруші мен жұмыс іздеуші болашақ түлектерінің арасында тікелей көпірдің ісін атқарады. Өзі де кезінде Германияның атақты Ганновер оқу ордасын тәмамдаған жас маман Қанат Төсекбаев осындай форум арқылы жұмыс тапқанын жасырмайды. Ең бірінші сұрақ ол қайда жұмыс істеймін деген сұрақ туындайды. Және де бұндай сұраққа жауап беру үшін бүгінгі таңда келіп жатқан стипендиатқа көмек беру үшін бұндай форумдардың өткізілуі өте маңызды. Өйткені тікелей мұнда жұмыс беруші мен жұмыс алушы екеуі бетпе-бет кездесіп, өздерінің жаңағы жұмыс жайындағы сұрақтарын шеше алады. Және де бүгінгі форум аясында жиналып жатқан жаңағы жұмыс берушілерін қарап өтсеңіз, өңкей ірі үлкен ұлттық компаниялар. Келесі жылы президент бастамасымен құрылған болашақ бағдарламасына 20 жыл толады. Бүгінгі күнге дейін әйгілі Гарвард, Дюк, Колумбия, Индиана, Кембридж, сондай-ақ Лондон бизнес мектебі деп тізіліп кете беретін әлемнің үздік оқу орнында қазақтың 8 мыңнан астам баласы білімін жетілдіріпті. 5 мыңы елге қайтып келсе, 3 мың түлек оқуын әлі жалғастыру үстінде. Болашақ қауымдастығы кеңесінің төрағасы Бауыржан Бабектің айтуынша, шет елде оқыған жастар еңбек өтілін ауылдық жерде бастаған дұрыс. Мемлекеттік қызмет туралы жаңа жобасы қазір Сенатта қаралып жатыр. Сол жобасы бойынша бізде болашақта жалпы болашақ түлектер емес, жалпы бәрі мемлекеттік қызметтер жастар келген. Болашақта өзім мемлекеттік қызметте карьераны жасайым десе, өсем десе, олар міндетті түрде аймақтардан өту керек. Жердегі халықтың мәселесін жақсы білу керек қой. Халықпен араласып, өз аяғымен жүріп, көзімен көріп, өмірді көріп. Әсіресе шетелде оқыған азаматтар, олар көп аймақтардың мәселесін білмейді ғой. Қазақша да үйреніп, сол себептен қазіргі жастар қазірде өзі сұранып аймақтарға бару керек болашақ. Ресми дерек бойынша болашақ түлектерінің 15% ғана ауылдық жердегі қызметке орналасқан. Сондықтан білім және ғылым министрлігі 3 жақты келісім шарт жүйесін енгізіп отыр. Болашақ стипендиясының иегерлері шетелде ел қаражатына білім алғандықтан, олардың шетелде алған білімін ел игілігіне жұмсаудың бүгінгі таңда алатын орны ерекше. Сондықтан бүгінгі таңда 3 жақты келісім шарт жасау енгізіліп отыр. Яғни стипендия алатын түлек міндетті түрде жұмысын аяқтап, оқуын аяқтағаннан кейін міндетті түрде өзі жаңа шыққан ауылға, жұмыс істейтін орынға міндетті түрде оралуы тиіс. Енді 2008 жылғы тағайындалған квота шеңберінде ауыл жастарына бізде 356 стипендия тағайындалған болатын. Осы жастар келешекте ауылға, сол өңірге оралып, қызмет жасау қажет. Бүгінгі болашақ 2012 әлеуетті жүзеге асыру форум аясында жастардың 20% жиыннан кейінгі бірінші айда жұмысқа орналасуы мүмкін. Жалпы болашақ бағдарламасын бітірген талантты жастардың білімі мен жігері 2017 жылы Астана қаласында өтетін экспо көрмесін ұйымдастыру үшін аса қажет болады деп болжайды сала мамандары. Аида Қыдырбайқызы, Батырбек Ғадылбеков, Хабар, Астана.